Баршаңызға қайырлы күн. Жапонияда әрбір бала күніне 2 бөдене жұмыртқасын жейді. Ресей президенті Владимир Путин де оны күн сайын шикілі ішетін көрінеді. Ал тарихқа көз жүгіртсек, Шыңғыс ханның өзі жаралы жауынгерлеріне жұдырықтай ғана бөдене жұмыртқасын ішкізіп аяққа тұрғызған екен. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдаларын аса, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіз. Сіздердің болмашы әрекеттеріңіз біздерді шабыттандырады. Бөдененің еті де, жұмыртқасы да 1000 түрлі дертке дауа. Адамның ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Ал дәмі тіл үйреді, әрі тойымды. Дәлірек айтсақ, кәдімгі тауық жұмыртқасынан қарағанда 1 грамм бөдене жұмыртқасының құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп. Б тобындағы дәрумендер анағұрлым, яғни 6 есе, фосфор, калий және темір 4-5 есе жоғары. Бұл диеталық өнімде мыс, кобальт, никотин қышқылы мен амин қышқылы да мол. Тағы да бір дәлелденгені, бөдене жұмыртқасы тауық етіне қарағанда микробтардан таза келеді. Ғалымдар әлі күнге дейін қайран қалуда. Өнімнің ең басты ерекшелігі өз қасиетін жоймай ұзақ сақталуында. Бөлме температурасы жағдайында айға жуық, ал тоңазытқышта 60 тәулікке дейін сақтауға болады. Бөдене жұмыртқасының емдік қасиеті. Мамандар бөдене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адам иммунитетін көтеріп, сергітетін қуаты мол. Нақтыласақ, бөдене жұмыртқасы мынандай ауруларға таптырмас ем. Бас ауруына, демікпе мен туберкулезге, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттейді. Бүйрек, өкпе, асқазан, ішек ауруларына асқазан жарасын жазады. Фосфор, калий, темірдің әсерінен есте сақтау қабілетін жақсартады. Анемия, сәуле ауруына, бөртпе мен диатезден құтқарады. Салқын тию мен тұмауға, бұлшық ет пен сүйектерді қатайтады. Баланың есте сақтау қабілетін арттырады. Диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Радионуклеидті тұздар мен ауыр металдардың ағзадан тазартады. Адамды жасартатын қасиетке ие. Бөдене жұмыртқасының құрамына кіретін тиреозин амин қышқылы косметика саласында ең көп дамыған. Сонымен қатар жұмыртқаның аршылған қабығын тастамай жуып, газ немесе әсел пешіне сәл кептіріп, кофе ұнтақтағыштан өткізуге болатындығын қолданғандар айтуда. Олар дайындалған ұнтақты ірімшік, айран, тамаққа болмаса суға 1 шай қасық қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90% кальций мен 27% микроэлементтер бар. Ал зерттеуге сүйенсек, дәріханада сатылатын кальцийлерге қарағанда бөдене жұмыртқасы қабығындағы кальций адам ағзасына өте сіңімді. Бұдан басқа ол ағзаға аса қажет мыс, фтор, күкірт, кремний, мырышқа бай. Сондықтан ұсақталған жұмыртқа қабығын балалар мен жүкті келіншектерге ұсынған абзал. Ағзадағы кальцийдің молайып, сүйектердің қатаюына игі ықпалын тигізеді. Тістердің маржандай түзіліп бүлінбеуіне де әсер етеді. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин заты қандағы холестеринді төмендетеді. Егер адам тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұтынса, ер адамның белдегі қуаты артады. Бірақ та жүрек дертінің атеросклероз түрімен ауыратын адамдар мен оның алдын алушылар бөдене жұмыртқасын аз мөлшерде қолданбаған абзал. Жапониядан үлгі алсақ, экологиясы нашар аймақтың тұрғындары үшін бөдене жұмыртқасы өте пайдалы екен. Бөдене туралы еліміздегі алғашқы ғылыми зерттеу жұмысының авторы, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің докторы Мұхтар Байбатжановтың айтуынша, Чернобыль апатынан кейін ғалымдар апат аймағында радиациядан жапа шеккен балаларды бір орталыққа жинап, тәжірибе жүргізеді. Бір топтың балаларына 1 ай бойына бөдене жұмыртқасын шикілі ішкізсе, екінші топтың балаларына жұмыртқаны бермейді. 1 айдан соң жұмыртқа ішкен балалардың ағзасын тексергенде, ғалымдар бөдене жұмыртқасының радиацияны ыдырататынын аңғарады. Мұрындары қанауы, бас ауруларын тоқтатып, қандағы гемоглобиндері көбейген. Осыдан кейін көпшілік бөдене жұмыртқасын жаппай тұтына бастады. Ғалымдар біз бөдене жұмыртқасын тәжірибе жүргізгенімізде, оның дәрумендік құрамы тауық жұмыртқасынан қарағанда 3-4 есе жоғары екеніне көз жеткіздік деп сенімді түрде айтып отыр.
Ал мұны жапондықтар біліп қана қоймай, ұлт денсаулығын жақсартуға қолданғанын айтады. Тіпті мектеп жасындағы балаларға күніне 2 бөдене жұмыртқасын тегін таратып берілді. Кезінде ақш Жапонияға атом бомбасын тастап, үлкен экологиялық апатқа ұшыратқаннан кейін жапондар бөдене адам бойындағы радиацияны ыдырататынын біліп, міндетті тамақ рационына енгізген. Сол кезде әрбір жапон баласы таңертең міндетті түрде бөдене жұмыртқасын шикіде ішетін болған. Осының арқасында жапон халқы денсаулығын түзеп, ойлау қабілетін дамытты. Бүгінде жоғары деңгейде дамыған мемлекеттер көшін бастап келеді. Бөдене жапон халқын құтқарып қалды десек те болады, дейді Мұхтар Байбатышев ақпарат құралдарына берген сұхбатында. Жапондықтар бөдене жұмыртқасын тұрақты тұтынған науқастың қатерлі ісіктің өзінен тәуір болғанын дәлелдеген көрінеді. Қазіргі уақытта Жапонияда бөдене шаруашылығы жақсы дамыған. Бұл елде жылына 19 миллиардқа жуық бөдене жұмыртқасы өндіріледі. Керек десеңіз, бөденені зерттейтін орталықтар, институттар құрылған. Сонымен қатар, бүгінде Қытай, Үндістан, Германия және басқа елдерде бөдене ісін жандандыруға қатты көңіл бөлінген. Бөдене жұмыртқасын шикілей, қайнатылған, қуырылған, пешке сусыз пісірген күйде пайдалануға болады. Оны түрлі салатқа қоссаңыз да өз еркіңіз. Ботқаға, картоп безбесіне немесе сорпаға да қосуға болады. Ең дұрысы бәрінен пайдалы шикі күйде ішу. Сонда ол өзінің айрықша дәмдерін сақтап қалады. Тоқетері бөдене еті мен жұмыртқасы сырқат адамның жазылуына, дені сау адам үшін аурудың алдын алуға көмектеседі. Таза әрі табиғи азықты күнделікті қолдансақ, көп шығынсыз түрлі дертке қарсы тұра алатындай денсаулығымызды нығайтуға болады. Бүгінде хан асы саналатын бұл өнім дүкен сөрелерінде толып тұр. Ендеше тұтынушылар қалағанынша сатып алуға мүмкіндігі бар. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы. Видео ұнаған болса достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше аман жүріңіз.